Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге ең достар, бүгінгі видеода біздер етін өздеріңіз көргендей Майнкрафтта изумрудтан үй салатын боламыз. Ал ол сарының қатар келіп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал біз видеомызды бастаймыз. Өте мына жерге осылайынан үйімізді салып бастай берейік. Блоктарды осы жерге қойып шығамыз. Енді достар, изумрудтың өзі әдем блок, сондықтан да менің үйімде әдем шығады деген ойдамын. Давайте олай болса, үйіміздің қабырғаларын салуды жалғастыра берейік. Ошын достар, мен үйімнің барлық қабырғаларын салып бітірдім. Енді маған үйдің полын салу керек. Сондықтан да мен қазір өзімнің үйіме пол салатын боламын. Негізінде оны салу оншалықты қиын деп айта алмаймын, өйткені оны жай ғана осылайынан қойып шықсақ болды. Енді тез бітіретін нәрсе болса, осылайынан да өте тез бітіріп тастайық. Короче достар, мен дейтін мынау үйдің полын салып бітірдім. Енді давайте үйімізге есік жасайық. Есікті достар, мен мынандай қазір көрсетемін сіздерге, осындай түсті есікті жасайын деп шештім. Короче достар, міне осылайынан ортасына қойсақ та бола береді есікті. Қазір есіктің өзін қоямыз. Так, мына жерінен осылайынан 5 блок, мына жағына 5 блок. Я достар, екі жағы симметричный болып тұр. Енді давайте осылайынан баспалдақ жасайық. Так, баспалдақ осылайынан жасаймыз да, енді так мына жерге қоямыз. Енді достар, есікті қоямыз мына жерге. Қазір үйлесіп тұр деген ойдамын. Енді мынау екеуі де жасыл ғой. Енді блин, қазір мынаны бүйтіп қойып жүрейік. Есікті жаман емес сияқты достар екен. Енді екеуі бір-біріне үйлеседі. Короче достар, болады осыда. Енді бізге үйдің шатырын салып шығу керек достар. Мен үшін бұл ең қиын нәрсе. Короче, давайте достар, үйдің шатырын сала берейік осылайынан. Короче достар, мен мынаны монтаж кезінде сөйлеп тұрмын. Достар, осы видеоға давайте барлығымыз лайк басып, және де осы видеода 50 лайк жинап тастайық. Соңғы кезде менің арнамда актив құлап жүр. Сондықтан да давайте достар, барлығымыз осы видеоға 4 комментарийден жазып кетейік, өйткені ол 4 комментарий менің арнамдағы активті көтеруге өте қатты көмектеседі. Егер де сіздер осылай жасаған болсаңыздар, әрине сіздерге өте үлкен рахмет. Ал енді видеоны жалғастырып көре беріңіздер. Короче достар, мен шатырды салуды бітіріп, енді айналарды салуға кірісіп жатырмын. Яғни терезелерді мен осылайынан плюс қылып қояйын деп шештім. Сол әдем көрінетін сияқты. Оның үстіне біздің үйіміз необычный, өзі изумрудтан жасалған ғой. Сондықтан да енді бұрынғы заманның бір дәстүрлеріне общем сондай бір бәле қылып салғым келіп тұр. Сондықтан да мен осылайынан қоямын деп шештім. Міне достар, жаман емес сияқты. Енді шетіндегі айналарды да қойып шығу керек. Оларда да осылайынан плюс жасайын ба, білмеймін. Енді достар, ол плюс жасасақ өте біртүрлі көрінетін сияқты. Достар, қазір көретін боламын, сіздерге айтамын мен қалай жасағым келіп тұрғанын. Міне достар, мен айнаны былайынан қоямын деп шештім. Енді осы әдем көрінеді деп ойлаймын. Енді барлық жерлеріне плюс қылып қойып шықтым. Енді сол әдем көрінеді менің ойымша. Енді достар, қазір біздің үйімізді жарықтату керек. Яғни біздің үйімізге достар освещение беру керек. Қазір оны қалай істеу керек екенін сіздерге көрсетемін. Ол үшін мынандайынан изумрудтарды әрқайсысы үйдің бұрышына қойып шығамыз. Әр изумрудты осылайынан, сосын достар, қазір көрсетемін сіздерге қалай болатынын. Сосын үстіне осылайынан достар жасыл шам қоямыз. Жасыл шам дейтін осы біздің изумрудный үймен үйлеседі, екеуінің түсі бірдей. Сондықтан да достар, ол өте әдем көрініп тұрады. Сосын достар, осы шамды жағу керек әрине сіздерге. Давайте ең бірінші осы жерлерге қойып шығайық біз. Так, осылайынан төртеуден қоямыз. Өздеріңіз білесіздер, енді қаншаудан қойсаңыздар да, негізі төртеуін қойсаңыздар, ол көбірек жанатын болады. Енді мен өзім төртеуін қоямын осылайынан. Енді достар, қазір бізге огниво керек. Өйткені огнивомен біз осы шамдарды жаға аламыз. Қазір давайте осылайынан жағып қойық. Міне достар, қазірдің өзінде өте әдем көрініп тұр осы шамдар. Қазір осы үйдің ішін ғана емес, сыртында достар осылайынан жарықтататын боламыз, яғни жарық жүргізетін боламыз үйдің ішіне де және де сыртына да. Үйдің сыртын жарықтандыру үшін бізге осындай фонарь керек, және де ол фонарды жай ғана осылайынан үйдің екі шетіне шатырына жабыстырып қоямыз. Болды достар, осымен біздің үйдің жарықтандыруы сыртында да бітті. Енді достар, бізге мынандайдан үйдің төбесіне осындайдан навес жасау керек. Енді короче достар, ол біздің үйде жаңбыр тимеу үшін, короче есіктің алды жаңбыр болып кетпеу үшін осылайынан қоямыз. Сосын мына жағына да осылайынан қоямыз. Так, осылайынан қоямыз да. Енді бұл достар, осымен үйдің навесі бітті. Бізде енді соңғы нәрсе қалды. Ол әрине айнаның түбіндегі аздаған огород. Яғни достар, айнаның түбінде тұратын осындай жер. Давайте осылайынан алайық осы нәрселерді. Короче, оны жасау үшін осындай блоктар қоясыз. Оның шетіне осындайдан мангровый люкті қоямыз да осылайынан.
Так, осылайынан қоршап шығамыз шеттерін. Содан кейін достар, жай ғана оның үстіне факел қойып факелма фонар қоя саламыз достар. Қазір көрсетемін, мына жағына да қойып болайын бірінші. Содан кейін қазір сіздерге көрсетемін достар. Осылайынан әдемі болып тұрады. Негізінде осылайынан қойсаңыздар, және де мына жерге осылайынан жай ғана фонарды қоя саласыз. Мына жағына да дәл сондай. Ал осымен достар, біздің үй осындай болып шықты. Сіздерге ұнаған болса арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болғанмен давайте.